Сәлем достар, бүгін сіздермен қарастыратын тақырыбымыз логарифмдік функция, оның қасиеттері мен графигі. Алдыңғы өткен сабақта санның логарифмі берілген болатын. Енді осы логарифмдік функцияны қарастырайық. Логарифмдік функция дегеніміз ол бізде y тең логарифм a негіздегі x-ті логарифмдік функция деп атаймыз. Бұл жердегі a-ның мәні үлкен болу керек 0-ден, және a-ның мәні тең болмау керек 1-ден. Осындай функцияны логарифмдік функция деп атаймыз. Мысалға, y тең логарифм 2 негіздегі x. Бұны біз негізі 2-ге тең логарифмдік функция деп атаймыз. Немесе y тең логарифм 2-ден 1 негіздегі x деп қарастыратын болсақ, негізі 2-ден 1-ге тең логарифмдік функция деп те оқылады. Енді логарифмдік функцияның қасиеттеріне тоқталайық. Бірінші қасиеті. Логарифмдік функцияның анықталуы болысы. Бұл жерде x-тің қабылдайтын мәндері 0-ден плюс x-ке дейін. Яғни x-тің орнына тек оң мәндерді ғана қабылдай алады. Екінші, мүмкін мәндер жиыны. y-тің қабылдайтын мәндері ол бізде минус x-тіктен плюс x-ке дейінгі барлық сан аралығында қабылдай алады. Үшінші қасиеті. Егер негізі a-ның мәні 1-ден үлкен болатын болса, олай болса y тең логарифм a негіздегі x функциясы өспелі болады. Төртінші қасиеті. Егер a-ның мәні 0 мен 1 санның арасында болатын болса, онда y тең логарифм a негіздегі x функциясының графигі кемімелі болады. Бесінші қасиетін қарастырайық. Негіздері бірдей y тең логарифм a негіздегі x логарифмдік функциясы мен көрсеткіштік функция y тең ax функциясының графигі, осы екі функцияның графигі y тең x түзуіне қатысты симметриялы болады. Олай болса, осы бесінші қасиетке тоқталып қарастырып көрейік. Алдымен негіздері 2-ге тең болсын. y тең логарифм 2 негіздегі x пен көрсеткіштік функциямыз y тең 2-ның x дәрежесінің графигін қарастырайық. Біз сіздермен y тең 2-ның x функциясының графигін білеміз. Ол бізде өспелі болатын x, және y тең x түзуіне қатысты симметриялы. y тең x түзуін салып қоямыз. Ал y тең 2-ның x дәрежесі көрсеткіштік функцияның қасиеттерін еске түсірсек, анықталуы болысы минус x-тіктен плюс x-ке дейін болатын, ал мүмкін мәндер жиыны 0-ден плюс x-ке дейін болатын. Олай болса, бұл жерде көрсеткіштік функцияның графигі y өсінде 1-ден өтетін, және бұлай өспелі болатын. Бұл бізде y тең 2-ның x дәрежесіне тең. Ал енді осы функцияның графигі y тең x түзуіне қатысты симметриялы график салатын болсақ, олай болса логарифмдік функцияның қасиеттерін еске түсіреміз. Анықталуы болса 0-ден плюс x-ке дейін, ал мүмкін мәндер жиыны минус x-тіктен плюс x-ке дейін. Олай болса, бұның графигі керісінше енді y өсінде емес, x өсінде 1-ден өтетін берілген графикке y тең x түзуіне қатысты симметриялы функцияның графигі болып табылады. y тең логарифм 2 негіздегі x. Ал енді негіздері 0 мен 1-дің аралығында болған жағдайды қарастырайық. y тең логарифм негізі 2-ден 1 негіздегі x, және y тең 2-ден 1-дің x дәрежесіндегі көрсеткіштік функция. Осы екі функцияның графигін салыстыратын болсақ, бұларда y тең x түзуіне қатысты симметриялы, яғни y тең x түзуін салып қоямыз. Бұл бізде y тең x түзуі. Ал y тең 2-ден 1 x функциясының графигін біз оны білеміз. Ол бізде y өсінде 1-ден өтетін, және ол кемімелі функцияның графигі. Және оның анықталуы болса минус x-тіктен плюс x-ке дейін жалғасатын. Бұл бізде y тең 2-ден 1
санының x дәрежесі болатын. Ал енді осыған y-тен x түзуіне қатысты симметриялық функцияның графигін салатын болсақ, енді ол OX осіндегі бір нүктесінен өтетін, және ол бізде керісінше анықталуы болса 0-ден плюс x аралығы болатын. Олай болса, ол функцияның графигі бізде керісінше осы түрде өтеді. Бұл бізде y-тең логарифм негізі 2-ден 1 негіздегі x функциясының графигі. Енді осы функциялардың графигін ескере отырып, кез келген логарифмдік функцияларды салыстыруға болады. Мысалға, мынандай функцияларды қарастырайық. Біріншісі, логарифм 2 негіздегі 3 пен логарифм 2 негіздегі 5-ті. Бұл жердегі 2 санының өзі негізі 1-ден үлкен, оң сан. Ал 3 пен 5-тің өзін OX өсін салыстыратын болсақ, негізі 2-ден үлкен, ол бізде мына функция y-тен логарифм 2 негізі x. Яғни 3 пен 5 салыстырса, бұл жерде бізде 5 саны үлкен. Олай болса, логарифм 2 негіздегі 3 пен логарифм 2 негіздегі 5 салыстыратын болсақ, логарифм 2 негіздегі 5 үлкен болады. Екінші, осыған ұқсас, логарифм негіздері енді 2-ден 1 болсын. 2-ден 1 негіздегі 3 пен логарифм 2-ден 1 негіздегі 5 саны. Бұл жердегі негізі 2-ден 1 саны 0 мен 1 санының арасында орналасқан. Яғни бұның графигі кеммелі. Логарифм 2 негіздегі 1 мен x. Бұл жерде біз 3 пен 5-ті салыстыратын болса, x осінде 5 саны үлкен. Бірақ олардың графиктегі OX өсіндегі, OY өсіндегі кестесімен салыстырсақ, керісінше логарифм 2-ден 1 негіздегі 3 саны үлкен болады. Енді келесі мынандай есеп шығаруды қарастырайық. Берілген функцияның таңбасын анықтау керек. Логарифм 2 негіздегі 5. Бұл жерде логарифм астындағы өрнегіміз 5, ол бізде 1-ден үлкен. Негізі 2, ол да 1-ден үлкен. Олай болса, логарифм 2 негізде x функциясын қарастыратын болсақ, 5 бізде OX өсінің жоғары жағында орналасқан оң жақ бөлігінде, және оның функцияның графигі бірінші ширекте орналасқандықтан, логарифм 2 негіздегі 5 функциясының таңбасы оң деген сөз. Яғни, бірінші ширекте x-дің таңбасы плюс. Енді келесі осыған ұқсас 4-ші есепті қарастырайық. Мысалға, логарифм 2-ден 1 негіздегі 5 саны болсын. Бұл жерде 5 саны бізде 1-ден үлкен, ал негізі 2-ден 1 0 мен 1-дің арасында. Олай болса, логарифм 2-ден 1 негіздегі x функциясының графигіне назар аударайық. Бұның графигі негізі 2-ден 1 0 мен 1-дің арасында. Бірақ 5 саны OX өсінің бөлігінде орналасқан, бірақ бұл жерде берілген функцияның графигі 4-ші ширекте өтеді. 4-ші ширекте бізде функцияның таңбасы минус. Олай болса, логарифм 2-ден 1 негіздегі 5-тің таңбасы 0-ден кіші теріс деген сөз. Келесі тағы да бір есепті қарастырайық. 5-ші, логарифм негізі 3-ден 1 болсын, логарифм астындағы өрнегіміз 2-ден 1 болсын. Яғни 3-ден 1 дегеніміз ол бізде негізі 0 мен 1-дің арасында, яғни ол бізде y-тең логарифм 2-ден 1 негіздегі x-ның функциясы сияқты өтеді. Яғни графигі кеммелі. Ал 2-ден 1 ол бізде 0 мен 1-дің арасында. Осы аралықта x-дің мәні бұл жерде функция графигі OY өсінің жоғары бөлігінде өткендіктен, бұл функцияның таңбасы плюс, яғни оң сан болады. Яғни кез келген логарифмдік функцияның таңбасын берілген график арқылы анықтауға болады. Біз сіздермен қарастырдық логарифмдік функция, оның қасиеттері мен графиктерін. Келесі кездескенше сау болыңдар.